Биыл YouTube'да бұрын соңды болмаған деңгейде көп жаңа канал ашылады. Бірақ қызығы осы жылы бұрын соңды болмаған деңгейде көп канал жабылады да. Неге? Өйткені адамдар әлі де 2020 жылғы ережелермен 2026 жылы өсуге тырысып жатыр. Олар жасанды интеллектті қате қолданады. Шортсты қате қолданады. Ал ең үлкен қателік YouTube'да әлі де тез ақша табатын орын деп ойлайды. Ал шындық мүлде басқа. Соңғы бірнеше айда мен өз каналымда қызық нәрсе байқадым. Бір видео күтпеген жерден өсіп кетеді. Жаңа адамдар келеді, жазушылар көбейді. Сол кезде мен YouTube студияға кіріп аналитиканы қарай бастадым. Сонда бір нәрсені түсіндім. 2026 жылғы YouTube'да жеңетін бұрынғыдай адамдар емес, ойын өзгерді. Бұл видеода мен саған 2026 жылы көп адам жіберетін қателерді, неге кейбір каналдардың өспейтінін, шортс туралы шындықты, жасанды интеллект туралы шындықты, және ең бастысы YouTube'да ұзақ мерзімге қалай қалуға болатынын көрсетемін. Бірінші үлкен қателік барлығына ұнауға тырысу. Бұрын бұл жұмыс істейтін, қазір жұмыс істемейді. Өйткені қазіргі проблема контенттің аздығы емес, контенттің көптігі. Қазір YouTube'да бәрі бар. Тарих бар, IT бар, бизнес бар, мотивация бар, крипто бар, жасанды интеллект бар. Кез келген тақырыпты жазып көр, мыңдаған видео шығады. Сондықтан мен бәріне арналған контент жасаймын деген сөздің аудармасы. Мен ешкімге арналған контент жасаймын дегенді білдіреді. Мысалы, мен өз каналымда не байқадым? YouTube алгоритмі туралы видео шығарам, өседі. YouTube қателері туралы шығарам, өседі. Кішкентай каналдар туралы шығарам, өседі. Неге? Өйткені аудитория нақты. Ал егер ертең бар футбол, криптовалюта, мотивация, машиналар туралы видео шығара бастасам, канал бірден шатаса бастайды. Алгоритм де шатасады, көрермен де шатасады. YouTube қазір бір ғана сұрақ қояды. Бұл канал кімге арналған? Болды. Егер YouTube осы сұраққа жауап таба алмаса, өсу қиындайды. Сондықтан 2026 жыл микро ниша кезеңі басталды. Кішкентай аудитория, бірақ өте қызығушылық танытатын аудитория. 100 мың кездейсоқ көрерменнен 10 мың нақты көрермен әлде қайда құнды. Өйткені олар қарайды, пікір жазады, бөліседі, қайта келеді. Ал YouTube үшін дәл осы маңызды. Екінші үлкен қателік шортс. Қазір көптеген адамдар шортс салсам болды деп ойлайды. Шортс қаралым береді, бірақ қаралым әрқашан аудитория деген сөз емес. Мысалы, сен көшеде жүрсің, 1000 адам саған қарап өтті, бірақ олардың ешқайсысы сені есінде сақтамады. Бұл шортс. Ал ұзын видео ше? Ұзын видео әңгіме, ұзын видео сенім, ұзын видео ол бренд. Сол себепті мен әрқашан айтамын, шортс көмекші құрал, негізгі қару емес. Егер сен тек шортспен өссең, бір күні үлкен проблемаға тап болуы мүмкін. Қаралым бар, аудитория жоқ. Үшінші үлкен қателік жасанды интеллект. Бір қызық нәрсе айтайын, 2024 жылы жасанды интеллект қолданатын адамдар артықшылыққа ие болатын. 2026 жылы ше барлығы қолданады. Сондықтан жасанды интеллект артықшылық болудан қалды. Қазір айырмашылықты не жасайды? Сенің тәжірибең, сенің қателіктерің, сенің нәтижелерің. Мысалы, мен бүгін осы видеода өз тәжірибемді айтып отырмын. Менің аналитикам, менің эксперименттерім, менің қателерім. Мұны ChatGPT бере алмайды. Мұны Gemini да бере алмайды. Мұны Claude да бере алмайды. Өйткені бұл менің тәжірибем. Сондықтан болашақта жеңетін адамдар жасанды интеллектті пайдаланатын адамдар емес. Жасанды интеллектімен өзінің тәжірибесін біріктіретін адамдар. Төртінші үлкен қателік, көп адам YouTube'ға канал ретінде қарайды. Ал шын мәнінде адамдар каналға емес, адамға жазылады. Осыны түсу өте маңызды. Мысалы, ойлап көр. Неге бір тақырыпты екі түрлі адам айтқанда нәтиже екі түрлі болады? Ақпарат бірдей, бірақ нәтиже әртүрлі. Неге? Өйткені адамдар ақпаратты ғана сатып алмайды. Олар сенімді сатып алады. Олар тәжірибені сатып алады. Олар адамды сатып алады. Сол үшін 2026 жылы жеке бренд бұрынғыдан да маңызды болып бара жатыр. Мысалы, мен өз каналымда бір нәрсені байқадым. Бастапқыда мен тек ақпарат беруге тырыстым, кейін өз тәжірибемді көбірек айта бастадым. Қандай қателік жібергенімді, қандай нәтиже алғанымды, қандай эксперимент жасағанымды. Содан кейін аудиторияның реакциясы өзгере бастады. Өйткені адамдар нақты тәжірибені жақсы көреді. Тағы бір қызық нәрсе, көп адам YouTube'да кәсіби болып көрінуге тым қатты тырысады. Қымбат камера, қымбат микрофон, қымбат жарық, қымбат монтаж. Бұлардың бәрі жақсы, әрине. Бірақ бұлар мәселені шешпейді. Себебі көрермен бірінші кезекте мынаны сұрайды. Бұл видео менің мәселемді шеше ме? Егер жауап иә болса, адам қалады. Жоқ болса, 4К качестволы камерада көмектеспейді. Кейде қарапайым телефонмен түсірілген видео миллион қаралым жинайды. Ал кәсіби студияда түсірілген видео өтпей қалады. Өйткені жеңетін нәрсе камера емес, идея. Сол себепті мен қазір контент жасағанда өзіме бір сұрақ қоямын. Бұл видео кім үшін? Нақты кім үшін? Жаңадан бастаған YouTube автор үшін бе? Монетизацияға жетуге тырысып жүрген адам үшін бе? Қаралымы тоқтап қалған адам үшін бе?
Егер нақты жауап бере алмасам, видео тақырыбын қайтадан қарап шығамын. Өйткені бәріне арналған видео көбіне ешкімге арналмаған видеоға айналады. Енді ең қауіпті қателікке келейік, YouTube'дан тез ақша күтетін адамдар. Шынымды айтсам, осы жерден көптеген адамдар ұтылады. Олар канал ашады, бірінші видео, екінші видео, үшінші видео. Сосын статистиканы қарайды. Қаралым аз, жазылушы аз, мотивация түседі, канал тоқтайды, болды. Ал қызығы не білесің бе? Көп канал дәл жетістікке жақындаған кезде тоқтайды. Өйткені олар нәтижені тым ерте күтеді. YouTube'да ең үлкен артықшылық кейде талант емес, төзімділік. Көп адам тоқтаған кезде жалғастыра білу. Мен саған бір нәрсе айтайын, егер сен бүгін канал ашсаң, алдыңда мыңдаған бәсекелес болады. Бірақ олардың көпшілігі 1 жылдан кейін болмайды. Одан да көбі 2 жылдан кейін болмайды. Сол үшін кейде жеңіс құпиясы өте қарапайым. Жоғалып кетпеу. Жалғастыру, үйрену, жақсарту, қайта сынау. Міне осы. Тағы бір маңызды нәрсе, көп адам тек YouTube'қа тәуелді болып қалады. Бұл қауіпті. Өйткені сен платформаны бақыламайсың. Алгоритм өзгеру мүмкін, ережелер өзгеру мүмкін, трендтер өзгеру мүмкін. Сол үшін ақылды авторлар бір ғана платформаға сүйенбейді. YouTube бар, Telegram бар, Instagram бар, email, почта, база бар, қауымдастық бар. Яғни аудиториямен байланыс орнатудың бірнеше жолы болу керек. Сонымен бүгінгі видеодан қандай қорытынды шығарамыз? 2026 жылғы YouTube'да жеңетіндер көп видео салатындар емес. Көп жасанды интеллект қолданатындар емес. Көп шорт салатындар емес. Ең қымбат камерасы бар адамдар да емес. Жеңетіндер нақты аудиторияның нақты мәселесін шешетін адамдар. Және оны тұрақты түрде жасайтын адамдар. Болды. YouTube'дағы ойынның жаңа ережесі осы. Егер сен дәл қазір канал өсіріп жүрсең, өз-өзіңе мына 3 сұрақты қой. Менің аудиториям нақты кім? Мен қандай мәселені шешіп жүрмін? Неге адамдар мені көруі керек? Егер осы 3 сұраққа нақты жауап бере алсаң, сен көптеген авторлардан алдасың. Өйткені көп адам әлі күнге дейін осы сұрақтарға жауап бере алмай жүр. Соңында бір ғана сөйлем айтқым келеді. 2026 жылы YouTube'да ең үлкен мүмкіндік әлі де бар. Бірақ ол барлық адамға емес, өз аудиториясын түсінетін адамдарға. Пікірге жазып кет, сенің ойыңша 2026 жылы YouTube'дағы ең үлкен қателік қайсысы? Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.